Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай подчайник тоқып үйренеміз. Өте оңай және әдемі. Бірінші жіпті байлап аламыз, содан соң крючокқа жібімізді іліп, 6 бос ілмек іліп аламыз. 6 рет дәл осылай ілеміз. Содан соң бірінші алған ілмегімізбен соңғы ілмегімізді осылай біріктіріп аламыз. Содан соң ауада 3 рет ілеміз. Үш ілмек іліп болған соң, осы кольцодан осы крючокқа жібімізді орап, кольцоның дәл осылай ортасынан өткіземіз. Мұқият қараңыздар. Крючокқа жіпті орап, 2 жіптен іліп шығарып аламыз. 2 жіп қалады, содан соң тағы крючокқа жіпті орап, екеуінен шығарып аламыз. Дәл солай 12 рет айналып, 12 бағана іліп шығуымыз керек. Шалмалы бағаншамызды осылай іліп шығамыз. Дәл осылай 12 рет. Өте оңай. Мұқият қарап үйреніп алыңыздар. 12 рет іліп шығамыз. Санап шығыңыздар, санамасаңыздар дұрыс шықпай қалады. Қатардың соңында 12 шығу керек. Бірінші қатарымыз сонымен аяқталады. Содан соң соңғы бағанамен бірінші бағананы осылай жалғастырып аламыз. Енді ауада 3 ілмек іліп аламыз. 3 бос шалманы іліп аламыз. Дәл осылай. Енді бізде екінші қатар шығады. Екінші қатарда 24 бағана іліп шығуымыз керек. Дәл солай. Мына пайда болған тесіктен әрқайсынан 2 рет іліп шығамыз. Мұқият қараңыздар. Қолыммен көрсетіп тұрмын ғой, сол жерден 2 рет іліп шығамыз. Айналдыра 24 бағана шығу керек. Дәл солай. Екінші қатарымыз аяқталады. Екінші қатардың соңында 24 бағана шығу керек. Санаңыздар. Егер дұрыс санамасаңыздар, тоқымамыз дұрыс шықпайды. Тоқымада ең маңыздысы осы санау болып табылады. Мен қазір тез көрсетіп жатырмын. Бірінші жай көрсеттім, сол жерден анық қарап үйреніп алсаңыздар болады. Өте оңай. Өздеріңіз үйлеріңізге тоқып, шайнектің астына қойып қойсаңыздар болады. Міне, дәл жаңағыдай қосып аламыз. Екінші қатарымыз осымен аяқталды. Бізде үшінші қатарымызда 36 ілмек шығу керек. Дәл жаңағыдай ауада 3 рет іліп аламыз. Бұл жерде тоқу сәл өзгереді. Біріншісінен 1 рет іліп аламыз. Ешқандай қосу болмайды. Әрі екінші ұяшықтан 2 рет іліп отырамыз. Через болады сонда. Бірінші 1 рет ілеміз, содан соң 2 рет іліп көбейтеміз. 36 ілмек шығады сонда. Бірінші 1 рет ілеміз, содан соң 2 рет кейінгісінен. Через тоқып солай көбейтеміз.
байкаган боларсыздар. Бул 3-катарда осылай көбейтеміз. Ал 4-катарга келген кезде оны көрсететін боламын. Бірінші бір рет іліп аламыз, содан соң 2 рет ілеміз. 1 рет ілеміз және 2 рет ілеміз. Дәл солай кете береді қатардың соңына дейін. Үшінші қатарды аяқтап қалдық. Енді бізде 4-ші қатар. 3-ші қатарды аяқтадық. Осылай біріктіріп аламыз. Енді 4-ші қатар. Ауада іліп аламыз. 3 ilmek ауада ілеміз. 4-ші қатар бастаймыз. Бірінші ұяшығымыздан 1 рет ілеміз. Екіншісінен де дәл солай 1 рет ілеміз. Әр үшіншісінен 2 рет іліп отырамыз. Қатардың соңына дейін дәл солай болады. Бірінші 1 рет ілеміз. Екіншісінде 1 рет ілеміз. Үшіншісінен 2 рет іліп көбейтіп отырамыз. Бізде 4-ші қатарда 48 бағана шығу керек. Дәл солай қатардың соңына дейін жалғаса береді. Біріншісінен 1 рет ілеміз, кейінгісінен де 1 рет ілеміз, ал 3-ші бағанамызды 2 рет іліп отырамыз. Кейінгі қатарларымызда дәл солай жалғаса береді. Мына жерде сіздерге кішігірім схемамен көрсететін боламын. Осылай шығу керек круг. Бірінші қатарда біз 12 бағана алып алдық. Екінші қатарда 24 бағана, үшінші қатарда 36 бағана, ал 4-ші қатарда 48 бағана шығады. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Міне, бұл жерде бір таяқша сызып қойғанымнан 1 рет ілеміз, ал екінші 2 рет сызғаннан В-ға сияқты тұр ғой, сол 2 рет іліп аламыз деген сөз. Сол ұяшықтарға келгенде 2 рет іліп отырамыз. Бізде қазір 5-ші қатар тоқып жатырмыз. Әр 4-ші ұяшыққа келгенде 2 рет іліп көбейтетін боламыз. 6-ші қатарда әр 5-ші ұяшықтан 2 рет іліп көбейтетін боламыз. Кейінгі қатарда байқаған боларсыздар, 7-ші қатарда 6-шы, ал 8-ші қатарда 7-ші ұяшықтан 2 рет іліп көбейтіп отырамыз. Енді бізде шетін сәндеуді көрсетемін. Подчайниктің. Ол үшін басқа түсті жіптен, өзіңізге ұнаған үйлесетін түстен осылай крючокпен іліп аламыз. 5 рет ауада ілеміз. Содан соң мына жерде 2 ұяшықты қалдырып, 3-ші ұяшықтан осылай қосып аламыз. Дәл осылай тоқып жалғастырамыз. Айналдырып, дәл осылай тоқып шығамыз. 5 рет ауада ілеміз. Әр 2 бос қалады. 3-шісінен осылай іліп аламыз. Дәл осылай айналдыра тоқып шығамыз. Мұқият қарап үйреніп алсаңыздар болады.
Бұдан кейінгі тоқуымыз сәл күрделі болады. Ол үшін ауада 3 рет іліп аламыз. Содан соң шалмалы бағаншамызды алып 2 рет іліп аламыз. 3-ші бағаншамыз сәл өзгерек тоқылады. Осылай бағаншамызды аламыз, 3 рет ауада ілеміз. 3-ші бағананы іліп болған соң 3 рет ауада іліп, оны бірінші мен 3-шісін осылай жалғап, видеода байқағандарыңыздай қосып алып, келесі бағаналарды ілуге кірісеміз. Дәл осылай тоқимыз. Мұқият қараңыздар. Ауада 3 рет ілеміз. 3-ші бағананы тоқып болған соң, оны осылай жалғап аламыз. Сонда әдемі узор шығады. Содан соң 2 рет іліп, бірінші айналдырып тоқып алдық қой, соның арасынан өткізіп, осылай тоқып шығамыз шетін. Айналдыра дәл осылай тоқимыз. Өте әдемі шығады. Сәл күрделірек, бірақ әдемі шығады.